Замечаний нет. Начальник авиации полковник Путинбаев. Поздравляю. Молодцы. Это для заезда автомобиля. Вот порядка 10 минут нужно на то, чтобы убрать. Может, посмотреть, самолет сквозной выход. Положено, раз пассажиры, аварийный люк. Все есть. Обязательно. 36 тонн. А посадочный? Посадочный 31 тонна. 31, да? Посадочный не стали, да, поднимать? Ну, на максимальный взлет мы уходили с Харькова напрямую, шли в Алмату. Было максимально. Укороченный взлет посадка тоже есть, да? Укороченный, да, вот возможность вы видели, да? Да. Еще да, у него. Там скорость немножко другие взлет идет, там 25 градусов закрылось. И вручить наши небольшие подарки. Спасибо. Послу Украины в Республике Казахстан Демину Олегу Алексеевичу настольная юрта в коробочке, офисная. На работе. Былай айтайын, бірінші мынау көріп отырсыз, Ан-74 самолетіміз ішкі әскерге келді. Бұрын біз самолеттермен ұшқанда ішкі әскерлеріміз басқа аэропортта посадка жасайтынбыз. Қазір онда жасамаймыз, енді осы жерде мынау рас айтқанда ұшқанда Ақтаудан ұшып, Өскеменге дейін бара аламыз. 67 адам осы жерде десант отырады, сарбаздарымыз. Керек болса бұл самолетпен біз оны машинаны апара аламыз. Бұл ішкі әскерге бұл самолет бізге керек. Неге сіз білесіз, осымны біздің ішкі әскерлеріміз аса қауіпті міндетті орындайды. Халықтың ішінде осымны мемлекетімізді қорғайды, ішкі тәртіпке қарап жүреді. Біздің мынау самолетіміз, мәселе мен айтқандай десант, 67 десант сарбаздарды апарады. Бізде сіз білесіз, қазір мәселе арнайы бізде ішкі әскерде бөлімдеріміз бар, бүркіт деген. Ол бүркіт, олар арнайы спецоперация өткізгенде, әдейілеп бізге 40-50 адамды апару керек бұрыннан. Қазір енді біз осы мынау 40-50 адамды осында отқырды, осы самолетпен апара аламыз. Онда апарғанда оның қаурылары болады. Бұл самолет бірінші. Осы мына біздің Қазақстан тәуелсіздігін алды, 20 жылдан асты. Сол 20 жылдан кейін аса, мұны бірінші самолетті біз алып отырмыз біздің ішкі әскерімізге. Бұрын біз ұшқанда, біздің самолеттеріміз вертолет болғанда, ол бұрынғы әлі Совет үкіметі қалған сол самолеттеріміз вертолеттар. Олар уже рас айтқанда осы мынау уақыты келді ғой.